Облыс орталығында өткен велошеру нашақорлықпен күреске қоғам назарын аударуға бағытталған маңызды қадам. Шараға 100-ден астам спортшы, оның ішінде тәжірибелі кәсіби велошабандоздар мен әуесқойлар қатысты. Олардың қатарында бала күннен спортқа берілген, марафондар мен паралимпиадаларда ел намысын қорғаған Олег Салятин де бар. Бүгін ол жас буынға үлгі көрсету мақсатында жарысқа шықты. Сам я как вот 2 года поставили мне родители. Мен балаларға өмірдің бір қарапайым, бірақ маңызды ақиқатын ұғындырғым келеді. Қиындықтан мойымау керек. Жылап сықтап, үмітіңді үзудің қажеті жоқ. Қайта керісінше өзіңді көрсетуге, ішкі күшіңді тыңдауға, қабілетіңді дәлелдеуге ұмтылу қажет. Өйткені бүгінгі заманда ештеңе оңайлықпен келмейді. Бар нәрсе табандылық пен еңбек арқылы ғана қол жетеді. Егер өзіңді жеңе алмасаң, өзгеге де жеңіс жоқ. Сондықтан мен олар үшін тірі үлгі болуға тырысамын. Олар менің әрекетіме қарап, төзімді, қайсар, рухы биік, шынайы жеңімпаз болуға талпынса деймін. Велошерудің басталуы Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана алдында бастау алды. Қатысушылар қала көшелерімен жүріп өтіп, қоғамға салауатты өмір салтын маңызын жеткізді. Акцияға спорт мектептерінің тәрбиеленушілері, марапат иегерлері мен белсенді тұрғындар атсалысты. Бүгінгі іс-шара нашақорлыққа қарсы күрес қарсы орай велошеру деп айтсақ болады. Соған орай жарыс өткізіп жатырмыз. Бұл жарысқа негізі жаңағы спорт басқармасы және департамент полиция басқармасымен бірлесіп осындай іс-шара өткізіп жатырмыз. Бұдан кейін осы бірінші майдан бастап, сол айдың соңына дейін осындай іс-шаралар өткіземіз. Бұл велошеру болсын, ертең жеңіл атлетика жүгірісінен болсын, бүкіл халыққа хабарлап, жаңағы нашақорлыққа біз қарсымыз деп осындай жарыстарды әрдайым өткізіп отырамыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай іс-шаралар жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, зиянды әдеттерден бойды аулақ ұстауға ықпал етеді. Наркопреступность, наркомания на сегодняшний день. Бүгінде есірткі қылмысы мен нашақорлық барша қоғамды алаңдататын ортақ әлеуметтік мәселе. Сондықтан мұндай шараларды өткізе отырып, біз ең алдымен жастарға өмірдің дұрыс жолын таңдауға болатынын көрсеткіміз келеді. Полиция департаменті атынан осындай игі бастамаларға белсенді түрде қолдау білдіріп, жыл сайын қатысып жүрген қала тұрғындарына алғысымды білдіремін. Айта кету керек, биылғы жылдың басынан бері өңірде 130 есірткіге қатысты құқық бұзушылық тіркеліп, 30 килограммға жуық түрлі есірткі заты, оның ішінде 5 килограммнан астам синтетикалық зат заңсыз айналымнан алынды. Бірі қылмыспен күрессе, екіншісі бүгінгі велошеру қатысушылары секілді алдын алу мен үлгі көрсетуге үлес қосуда. Жангелді Жамалиев, Медет Қуанышбеков, Первый Северный телеарнасы.